Бүгін бізде қияр осылай арнайы өзінің сеткасына іліп тастаймыз. Сол кезде сіздің қиярларыңыз жақсы көрініп, алуыңызға да оңай болады. Мінекей көріп тұрсыздар. Міне біздің бұл басқаша тұқым. Так, корнишондар қайда? Вот, мында. Осылай алуларыңызға өте оңайырақ болады. Бұл менің теплицадағы қиярларым. Так, ендігі даланың қиярларына көшеміз. Менің даладағы қиярларым әлі кішкентай, бірақ сонда да беріп жатыр екен тұқымдарын. Осылай тұрғаннан гөрі негізі ілініп тұрған жақсы. Кішкене бой алса, өзінің бұның да сеткасы дайын тұр. Мінекей.